Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірлі отандастар, қадірлі бауырлар, қасиетті Рамазан айындағы тұтқан оразаларымызды, тілеген ниет тілектерімізді Алла қабыл еткей. Құрметті бауырлар, соңғы уақытта тарихта орын алған секілді пайғамбарларға түрлі ауыр айыптар тағып, пайғамбарларды терістеген, пайғамбарларға қол көтерген жандар өткен секілді біздің де қоғамымызда соңғы уақытта осындай бір үрдістің көрініс табуы өкінішті. Өкінішке орай өздерін тәңіршіл діні ретінде есептеп отырған кейбір азаматтар біздің дінімізге, пайғамбарымызға, Алламызға, қасиетті Құранымызға тіл тигізуде. Әрине, бұндай жағдаяттар адамзат тарихында қаншама пайғамбарлардың кезінде болған болса, және де бұл заманымызда да көрініс табады, және де алдағы уақыттарда да бұндай заттар бола беретін болады. Өйткені адам болғаннан кейін адамды азғыратын оның нәпсісі мен оның шайтаны бар, және де адамды өзінің ақылына салып Аллаға күпіршілік ететіндігін біз жақсы білеміз. Тіптен кейбір жандар өзін Құдай да санағандығын жақсы білеміз. Алла тағала бұндай адасудан сақтасын дейміз. Жалпы тәңіршілдік дегеніміз бұл дін емес. Дін деп атай білу үшін бұл екі түрлі ұғым бар. Біріншіден, Алла тағала тараптан түскен илахи дін болу керек. Бұл біз білетініміз христиан, ислам және де иудаизм діні дейміз. Екіншісі, адамзаттың өзінің ойлап тапқан діні, бұған біз жасанды дін дейміз. Жасанды дін әрдайым адамды жарға жығатындығын білеміз. Алла тағала соңғы дін ретінде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды ислам арқылы жіберген болса, бұдан басқа ақыретке шейін, қияметке шейін дін келмейді. Ал енді біз дінді дін деп атай білу үшін оның өзіндік бір талабы, критерийі, оның атрибуттары болу керек. Бірінші кезекте Құдайға деген сенімі, және де пайғамбары болу керек, және де оның қасиетті мәтіндері болу керек, оның насихаттайтын дін адамдары болу керек, күнделікті атқаратын құлшылықтары болу керек, олардың діни мейрамдары болу керек, және де ғибадатханасы болу керек. Міне осындай атрибуттары болған кезде ғана біз оны дін санатында жатқыза аламыз. Қайшы жағдайда адамның ойындағы әртүрлі сенім бұл наным ғана болады, бұл жай ғана сенім ғана болады. Бұны біз дін менен шатастыруымызға болмайды. Сондықтан да тәңіршілдік дін емес, бұл жай ғана наным сенім. Дінді зерттеген ғалымдарымыз адамзат тарихында 5000-дай наным сенімнің болғандығын айтылады. Қазақ халқы кеше мұсылман болған халық емес. Қазақ халқы бұл 674 жылдан бастап түркілердің ислам дінін қабылдауынан басталған, 751 жылдан бастап қазақ даласында ислам діні қанат жайған, және де қазақ халқы сол уақыттан бері қарай 1250 жылдан астам уақыттан бері қарай діні менен дәстүрін біте қайнастырған ұлт. Және де қазақ халқын біз ислам діннен бөле жара қарай алмаймыз. Өйткені біздің болмысымыз, біздің тарихымыз, біздің ақын жырауларымыз, біздің әдебиетіміз, ауыз әдебиетіміз, ертегілеріміз, жазбаларымыздың барлығы да ислам менен біте қайнасқан. Сол себепті біздер кеше мұсылман болған қауым емеспіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұйырғандай, қателеспейтін адам жоқ. Әрбір адам қателік жасайды. Бірақ сол адамдардың ішіндегі ең жақсысы қателігін түзеп Алладан кешірім сұраған дейді. Сол себепті тарихта өткендей, қазіргі заманда да қателікке бой алдырып, Құдайға күпіршілік жасап атқан бауырларымыз болған болса, бұл қасиетті Рамазан айын бір мүмкіншілік біліп, Аллаға иманымызды күшейте түсейік. Алла тағала дінімізге қуат берсін, ұлтымызға ынтымақ пен ауызбіршілік берсін, адасып жүргендерімізге Алла тура жолды нәсіп етсін. Қасиетті Рамазан айы тағы да баршамызға мүбәрек болсын.